Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын, шашыраңқы болып пісетін күріш дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күріштеріміз дана-дана шашыраңқы болып піседі. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дана-дана болып шықты. Ең алдыменен біз қызып тұрған қазанымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Мен малдың етін пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жылқы етін, тауық етін пайдалансаңыздар болады. Етті майлап турап, сояға 10 минут көлемінде ұстап алдым. Сол себептен етім қызарып тұр. Сояға мен етім жұмсақ болу үшін салып алдым. Сіздер өз еріктеріңіз салу салмау. Етіміз қуырылғаннан кейін үстінен пиязымызды салып алдым. Пиязымызды қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болғаннан кейін үстінен сәбізімізді және де болгар бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып қуырып алу қажет. Сәбіз бен болгар бұрышымыз қуырып болғаннан кейін үстінен картоплымызды саламыз. Толық рецепті төменге описанияға жазып өттім. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Санын жазбаймын, себебі бұл жаңағы үйдегі адам санына байланысты өздеріңіз өлшемін қарап жаза бересіздер. Картоплымызды салдым. Картоплымызды жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанша қуыру қажет, өте дәмді болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей менің картоплым қуырып болды. Енді үстінен су құямыз. Су құйып приправаларымызды саламыз. Енді күрішімізді дайындаймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін жақсылап тазалап жуып алған күрішімізді майымызға саламыз. Майымызға салып, көп қуыру қажет емес. 5-8 минут көлемінде қуырсаңыздар жеткілікті. Мінекей қуырып болғаннан кейін үстінен күрішіміздің бетін толықтай жабатындай етіп, суымызды құямыз. Кішкене дәміне қарай тұз сеуіңіздер. Суымыз күріштің бетін жабып тұру қажет. Мен жылы су, қайнаған су пайдаландым. Қайнаған су құйдым. Мінекей су күріштің бетін біркелкі жауып тұр. Енді қазанымыздың бетін жауып, кішкене қайнап суы тартылған кезде бір араластырып қоямыз. Суы тартылып болғаннан кейін күрішімізді бір жерге жинап, пышақпен 3-4 жерінен тесіп, кішкене су тамшылатып, бетін пленка қағазбен жауып қою қажет. Сонда күрішіміздің барлығы дана-дана болып піседі, таза піседі, шер піспей қалмайды. Астын баяу отта 10-15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей менің күрішім дайын болды. Жанына подливын салып, осылай ұсынасыздар. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.